Огородымыз үлкен сорағабыр. Bir жылқыны ма жылқы иә. Сойып атып, мен қарап тұрам бала келіп. Сонда ана көлжаймен аязы сонда мәсі бар, аяғында калошы бар. Өй, сүмелектер, артымдар деп ағасını итеріп пышақтап өз аузына салады. Тегін сыпырғанда көрсе жұмырлықтар. Не деген мықты адам бар. Қарын тазалағанда аяз алды. Қалда ұрып отыр. Мықты болды. Не аяқтарынан қол сөз етпей ма? Сол кездегі адамдар әкелдері мыналардың барлығы өстіп алып деп Тепличный условияда өсіп отырмыз ғой. Иә, бәрі не болып Жылда кетті. ұйықтаймыз, жұмсақта ұйықтаймыз, олар үшін. Çay içinizde, bat içinizde beri dәмді болды. Қалай еске алсаң, бір жазып сабырға түсірдім, бәрі қалады. Целый бір не ол. Кешке жақын не істейсің, аласың ба? видеоға селфи менде мынаған бәрін жазып алдым. Біз сол кезде тағы бір Нұрахан екеуміз үйде атам ғой. Әкем онда Сенебалдың бастығы фуражер. Бүкіл үлкен совхоз. Иә. Торат шегіп аламыз. Оның үйде сиырлар тұр ғой. Біз ауға шөп керек. Зырылдап отырып жаңағы өзеннің жағасына кім барады? Шауға шаппаймыз. Ата кеттік. Ат шегіп алып тұр, ауылдың шетімен барып Сенебалға барамыз. Сенебалды көмінен құлатып жүр, бәрін қалап арбаға салдық, арқамен тарттық. Мен үстіне жатып алам, шал алды отыр. Все. Ейіс деген болды. Ана, неміс шал болды. Иә. Атпен енді ауылдың шетімен келсек, әкем кеп, мәшінеме кеп алдым деп тоқтатты ғой. Вот сол кезде Жамал екен, әкесіне ұрысқан. Мынауың не деді ғой әкем. Мынауың не? Сен істеп атсың, мен сосын сен, мен әкем сен осыны істеп атсаң, қалған халық не істейді? Шөпті бақыр. Шөпті бұзауға үйге апарады ғой. Мынауың не? Бар апарыңдар қайтан. Үйге бар шалға алыңдар, шауып алыңдар деп қайта апарып төктіріпті ғой. Сол кезде қалай болды. Қайтадан бар. Сонда атам отыр. Үйшін саған не болды дейді. Болды, бұр аттың басына апарып төке, Сенебалға апарып қайтамыз. Саққоны шөп басында? Саққоны шөп ғой сонда. Бәрі алады енді. Енді мыналарың не дейді? Енді мені қарамағымды мынау сұмдық қой. Әкес баласынан ұрлап жүрміз енді болып Мен бардым ғой әкем. Ейіс қалар, сен алы кіреміз, таңдағанын салып аламыз. Malda şimdi dolu yakın indi. Üstünden bir de o dediğin bir canım tablında. Sonrası şimdi yarısı getirip maşallah olayınızı olursa yollar oldu. Sonda bizim yolda yatıp orada bir baladar tiyiminin karnını çekip tek kalıp yatar gidelim. Allah ana. Şimdi kaçık mal ösürütün yeri olası mı durgan yerinde? Jantayda turdu, tutmayda turmaydı. Tuvar ağası tutmaydı. Sonuçta sebep yaptı, endiri var koyunu soran büyükün. Ben yine böyle bir tünanına keser. Yani. Sonra bir sonra herkesine de bunu suvat edelim. Her bir biz böyle unuturamız, her bir böyle koyuyor. Niye unutuyorsun? Bari koyunu soralım bana ağanın. Yani. Değil mi? Böyle oturun, olsun aşarlap kaldı. Her caylara kaç olsun diye. Sonra bir salat. Açığı var, kesi oturatalar. Bunun atası sonda adam oldu. Anası barğana günümüzde Türkçe. Sonda bana birge, arabada birge var. Ben ait geldim. Bilmeyin neyse jası 40'ta öldüm. Mektepe vargan yok. Bana жерге tas koyganım, kalay oyuncakka salganım. 40'tay bala öldüm. Bir deyimi sonday oldum. Ait geldim. Айтып өткен ғой, көрдің бе, біледі ол Тұхмет. Шешемнің жанына жерле деді. Қаражокқа апарып жерледі ғой. Yerine diyeyim ayıp etken. Қай жерге қоясың? Kalay oyuncakka salganım. Yakuzunu da cay basar buldu. Mamsı bulasın.
Adam nasarlamatır yüzüm dese, eşimdeki tatlı. Kaldır deyip mağazaylardan söyleyecekler. Hadi adam diyorsun. Benim atasının Ağası tuhmet degen bu. anasını aydalıp bergen birge. Al endi bir сұрақ енді сонымен танымын. Мен әлі от көкейімде өмір бақи есім өтті. Кенішбайдан 5 ұл туады арғы атамнан. Жанахмет Ағзым, Тұхмет, Нұрахмет, Баяхмет. Баяхмет ерте қайтыс болады айдалмай тұрып. Бұлар 24-ші айдалмай тұрып, жеде 22-ші жылы қайтыс болып кетеді бала кезінде. Сонда айдалған Нұрахамен мен атамен Тұхмет кетеді 10 жылға. Мына екеуі айдалмай қалады екі ұлы. Осы сұрақ маған осы уақытқа дейін. Қалай болды? Әкелер бірге кетеді. Екеуі қалып қой. Неге қалды? Соны бір-біріне жазған ба деймін. Сол кезде НКВД жаздыртты ма? Ешкім білмейді. Енді, а? Ешкім білмейді оны. Оны білуге болады. Ол архив неде дейді? Семейде дейді. Дұрыстап қазсақ, ол... Жоқ, бар, бір Мұстафа қалды. Гүлсім қалды ғой деймін, иә? Ол кімдікі ғой? Ағзымның ұлы қайтыс болды ғой? Жанахметтер де бар. Сайын қалды. Немересі ал. Ешкім қалмады. Күлбаным қайтыс болды. Қаптай қайтыс болды. Алихан бастасын. Сол екеуі. Sayının akesi kayıts buldu. Қаукен. Kayıts buldu. Irpakları var ya, ırpakları. Сол мен бір әлі ойымда жүр. Неге бұл екі? Әкесі екі ұл айдалады. Мына екеуіне жаздыртты, иә. Мынаның үстінен жазасыңдар, сендер қаласыңдар деді. Солай істелінді. Баяғы системалар болды. Екеуі айдалмай қалды. Сол кезде сол болды. Бәрі кейін қайт келді ғой. Соның бәрін қазір әкем тірегенде суық болды бәрі. Қаукен келсе де как-то енді біледі. Бұлар анда барды, мыналар неге айдалып келді, мыналар неге айдалмағалы деген. Анау бұл окей кетіп қалды. Бөлек тұрып алды. Иә. Қай жылға қайт келді бәрі? 35. Ақылбектің әкесі туған жылы Оралбек. Оралған жылдар деп қояды атын. 35-ші жылы қайтады. 10 жыл десің. 10 жыл. 24-ші жылы 24-ші 10-ші ай күні октябрь. А? Ожық не істеді? Лесоповалда болды. Скорее всего, Лесоповалда ағашта болды. Сібір, Томс, Новосибирсктің түбінде болып тұр бұлар. Малсыз өздері ғана ет тұрсың? Жоқ қой, бәрін тартып алды ғой. Түрмеге кетті ғой. Енді әкем неге орысша қағаз жазу қайдан үйреніп келді десек, кейін түсіндім. Ссылкада жүрген профессордың балалары, орыстар бар, не бар, солардың балалары араласқан. Орыс тілін жазуға, есепке бұлар қайдан үйреніп келді. 30-ші жылға әкем, 40-ші жылы ол уже учетчик болды соғыс кезінде. Бір колхоздың несі болды. 13 жастағы бала қалайда берейді деймін бәрінде. Сонда 13 жаста. Сонда қалайда берейді. Ана есеп, ана жақта үйреніп келген. Сібірден. Уже жазу, есеп. Ана ссылкада көп қой, неше түрлі адам қой. Профессорлар да бар, сайтан да бар, экономист да бар. Сталиннің кезі ғой, ұрып атқан кезі. Сталин, Ленин 22-де қайтыс болды ма? 24-те, иә? Как раз Ленин өлді. Біздікілерін айдады. Одан кейін Лениннен кейін кім келді? Троцкий отырмады, одан кімге? Сталин қай жыл отырды? Жоқ, Сталин келген жоқ онда. Кім болды? Сол, аз уақытта сол болды, аз уақыт сол болды. Сталин Лениннен кейін сразу отырған жоқ па тақта? Ленин отырды, сол не аз отырды кішкене. Сталин Ленин бар кезінде генсек болып тұрды ғой. Халық комиссарлар Ленинге де болып тұрды. Иә. Ленин өліп кетіп қалғаннан кейін уже Кім отырды содан кейін? Полный власті кім алды?
arasında. Arasında bir kutu ekisi buldu. Server Mirror kirip oldu. Trotskiler bir levый болып жүрді. Қуып жіберді олар. Kışkın жолutkan жоқ олар. Troskiden gittim de bu. Ne sızdı? Даже историяда az. Yok, Сталин ең бар кезінде болып тұрған. Ол партия бастап тұрған. Дисканы бастап. Ананы халық комиссары совет Сталин. Халық комиссары совет. Бірақ Сталиннің кітаптарында Ленин жамандаған, Ленинмен күшті болған ғой демек, иә? Doğru, Stalin Lenin айтқан ғой. Орталық комитеттің первый секретарь Сталин мен келісім алып Сталинді қояйық деген қатал. Келісімді қалып қойған. Сергей Миронович Сталинмен құттаса болған. Сталинді де 50 жыл өлтіріп тастапты ғой. Вот, а так қазір шығып жатыр ғой, секреттің бітті, уақыты бітті. Берия артынан өзі де кетті. Бериеде өлтірген кеше тек қана оқыдым. Неде болды Инстаграмда бір главная кушерка болды. Менің аппараттағы. Сол жер 13 цекан 13 әйелден 13 әйелде бір баладан кейін бала туғызбаған. Яғни сосын Сталинді сол қатын последний өлтірген. Да, қазір. Кеше біз оқыдық соны. Ал. Ойлауым. Allah kabul etsin. Apamızın düğünde bir kında oturduğumuz yerde otururuz. Allah'a şükür. Allah Teala kasayıp kandı aytkan ekan. Егер мага шүкүр этем десеңдер, мен